Ертіс бойын шексіз сүйдің, поэзияң қалды бұнда наз үнді. Жастық жағын өткен үйдің іргесі мен жақтауында жазулы. Орыс әдебиетіндегі ерлік кезеңін, коммунизмнің адам рухын баурау кезеңін бастау негізінде кеңестік орыс әдебиетінің көрнекті өкілі Павел Васильев тұр. Ол 1909 жылы 23 желтоқсанда Шығыс Қазақстанның Зайсан қаласында қазақ мұғалім отбасында дүниеге келген. Павел Васильевтің шығармашылық тұрғыдан ұшталуына ұстаздық ортаның әсері зор болды. Себебі ол уақыттың ең прогрессивті әрі зиялы адамдары, ұстаздар еді. Сондай-ақ әжесі Мария Федоровна мен атасы Корнила Ильичтің бала тәрбиесіне үлесі зор болды. Ол ата-әжесінің ауызша айтқан орыс фольклорын, ертегілерін құлақ қоя тыңдап өсті. Болашақ ақынның балалық шағы мен жастығы Павлодар қаласында өтті. 10 жасында ол оқып қана қоймай, алғашқы өлеңдерінде жаза бастады. Павлодар орта мектебін бітіргеннен кейін жас Павел Владивостокқа барып, шығыс тілдері факультетінің жапон тілі бөліміне оқуға түседі. 1926 жылы 6 қарашада Қызыл жас газетінде алғаш рет Октябрь өлеңі жарыққа шықты. Владивосток ақыны Рурик Ивнев пен журналист Лев Павицкий жас ақынның талантына назар аударып, Васильевтің алғашқы шығармашылық кешін ұйымдастырды. Ол кеш рухани тұрғыдан үлкен табысқа жетті. Алдыңғы қатардағы ақындар ішінде Сергей Есенин әрқашан жас ақынның идеялық шабыттандырушысы болды. Көптеген әдебиеттанушылар қос таланттың поэтикалық стильдері ұқсайтындығын айтып жатты. Ол өзінің шығармашылық қарымы және дарындылығы тұрғысынан көп ақындарға, нақтырақ айтқанда Есенинге ұқсайтын еді. Бірақ оның өзгелерден айырмашылығы олардың ғұмырын қысқартқан, ішкі жан дүниесін кемірген жегі құртпен, аласапыран дауылды салқынқандылықпен ауыздықтай алғандықтан болашағынан көп үміт күттіретін. Ол дүниеден өткеннен кейін мен басқа ешкімнің бойынан кездестіре алмаған нағыз үлкен поэзия тудыруға қауқарлы шексіз жарқын қиялды тек оның бойынан байқағанмын. 1928 жылдың басынан бастап ақын Омбы қаласына тұрақтады. Көп жұмыс істейді, эксперименттерге де көптеп барды. Дене тәрбиесі бойынша нұсқаушы, алтын кеніштерінде бұрғышы, экспедитор, мәдениет қызметкері, жағалаудағы және балық аулаушы кемелерде басқарушы сияқты көптеген қызметтерді атқарды. Сол жылдары Сібір баспалары оның пароход, сушы, Сібір Пушкин, Азиат, балықшы сенімінің көзімен сияқты өлеңдерін жариялады. Соңғы екі өлең Павел Васильев өмірінің кілті тәріздес. Бұл туындылардан жас ақын шығармашылықтың жаңа жолын бастады. Сол жылдар ол проза жанрында да қалам тартты. Әрі бұл шығармашылық жолы сәтті болды. Оның шынайы, психологиялық тұрғыдан дәл және романтикаға толы эсселері 1930 жылы Мәскеуде жарық көрген «Тайгадағы адамдар» және «Алтын интеллект» атты екі кітапқа енгізілді. Сонымен қатар Павел Васильев аударма ісімен де айналысып, башқұрт, тәжік, татар, грузин және чуваш тілдеріндегі әдебиетті орыс тіліне аударды. 1929 жылдың күзінде Павел Васильевтің ұзақ аңсар арманы орындалып, Мәскеуге келіп, жоғарғы мемлекеттік әдеби курсқа түседі. Астаналық поэзиямен тығыз танысу, оқу, ақындық мұраны жан-жақты сіңіру жас ақынды қанаттандыра түсті. Бір жылдан кейін оның Қазақстан, дала табиғаты туралы, ертіс туралы жырлары орталық мерзімді басылымдардың беттерін толтыра бастады. Павел Васильевтің шығармашылығы мен үшін әрқашан жаңаша, ескерімді болды. Көп жазғаны соншалық, ол оқырмандарға басқа екі ақынның өміріне жететін өлеңдер жазып қалдырды. Оның өлеңдері көптеген басылымдарда жарық көргенімен, жеке жинақтарын жариялау әрекеттері сәтсіз болды. 1930 жылдардағы социологиялық әдебиесін Васильевтің талантын стихиялы деп, және оның шығармашылығын біздің шындыққа жатпайды деп сөге бастады. Сосын оны Сібір жазушыларының ісі бойынша ұстап қамауға алды. Бұл тұтқында ақынның қуғын сүргінге ұшырауына, қудалауға, дұшпандарының ашық қимылға көшуіне мұрсат берді. Осылайша Павел Васильевтің шығармашылық өміріндегі ең жемісті кезең, ең қайғылы да кезеңге айналып шыға келді. 1935 жылы Павел Васильев ісі қозғалып, НКВД бақылауында болды. Осыдан кейін ақынның беделіне теріс әсерін тигізетін бірнеше әдейі қоқан-лоққы оқиғалары болды. 2 жылдан кейін 1937 жылдың 16 шілдесінде Павел Николаевич халықтың жауы ретінде атылды. Кейін 1956 жыл ғана ақталды. Ақын қысқа, бірақ жарқын өмір сүрді. Аз ғана шығармашылық дәуірінде Павел Николаевич әдебиетте көп қырлы және әдемі поэзия әлемін құрды.
оның шығармашылығы бүгінгі күнде де жасап келеді. Васильев поэзиясының кештері дәстүрге айналды. Ақынның есімі Павлодар қаласының көшесіне, қалалық саябаққа, орталық қалалық кітапханаға, Павлодардың әдеби бірлестігіне берілді. Сондай-ақ Павлодарда Павел Васильевтің мұражай үйі бар. Талантты ақынның есімімен нөмірі 9 мектептің музейі аталған.